Салам болсын. Барша тыңдармандарға жайнақтан жалынды сәлем, кішігірім сұхбат. Көрініс, ауыл тынысы, тіршілігі дегендей мына жерлердің барлығын тазаладық. Нұрғиса ағаға рахмет, Амантай ағаға рахмет, түгел міне. Әйтеуір барлықтары шамалары келгенше шаруа амалдар жасап жатыр, бірақ әлі кемістігіміз көп. Үлгермейміз деп айтамыз, уақыт жетпейді деп айтамыз. Әйел адамдар болса да, ер адамдар болса да, барлығымыз сөйтіп өзімізді өзіміз жаңағыдай ақтап аламыз. Енді жалпы өзімізді ақтауға біз шеберміз ғой. Менің кінәм жоқ, күрек болмай қалды, мысал ретінде жатырмын, тағы бірдеңке деген сияқты. Мынау міне қораның ауласы, қораға кірдік. Мына жерде ортасынан бөлінген қашалар жоқ болған. Осы қашаларды істеттім. Бұны Амантай аға, яғни үлкен Амантай аға келген осында қызметке. Сол кісіге рахмет, Құдайым күш қуат берсін. Жаңағыдей мына жерді сөзге келместен бір-ақ рет қана айттым, Амантай аға мына жерді бөліп беріңізші деп. Бірден 2 күн ғана уақыты кетті. Мына жерді міне ұзыннан ұзақ бөліп берді. Ал оның алдында мен өзі жайнаққа қай уақытта келдім? Мен ораза кезінде жайнаққа келгенде Астанаға келдім. Қояндыда болдым. 1 ай пердеде болдым. Айнұр әпкенің, Анар тәтенің, Қанипаның тамақтарын ішіп, біраз шипаланып, есімді жағып деген сияқты. Себебі мен жинағаның барлығын тараттым, сасық иістермен жүктелдім. Яғни бойыма көп ауыртпашылық жинап, соның барлығын біразын ғана кішкене тазарғандай әлі де тазарып жатырмын. Иістер шығып жатыр, мың көп. Оны өзімде сезіп жүрмін. Өзіме де білдіртеді, көрсетеді. Содан осында келдім 1 айдан кейін, сәуірдің аяғына қарай ма, сол кезде келдім. Мен сол сәуірдің аяғына қарай келдім ғой, деймін, нақты күні есімде жоқ, қай күн екенін. Содан келіп, шаруаға кірісіп, қора, мал деген сияқты тірлікке араласып кеттік бірден. Содан енді айттым, мына жерді бөлу керек. Себебі мал мына қораның алдына дейін келеді, жаңбыр жауады, мына жердің барлығы езіледі, боқ болады, жаңағыдай езіліп тіпті жүру мүмкін емес болып кетеді. Жаңбыр жауған кезде мына арада боқтарды кейде кешіп кетеміз, аяғымызда галошымыздың бәрі боқ. Содан мен айтқалы 2 ай болды ғой деймін, ешкім қозғалған жоқ. Содан сол Амантай ағамыз келіп, 2 күннің ішінде бөліп бір қуантты. Қазір енді малдардың барлығы ар жағында, бері кіргізбейміз, тек сауатын сиырларды ғана кіргіземіз, қайтадан шығарып жібереміз. Міне суды да сол жақтан ішеді, ана жаққа. Мына енді шлангыны бір-біріне жалғап Аманжол аға істеп берді. О кісіге де көп рахмет. Енді адам болғаннан кейін барлығымыздың жақсы жағымыз бар, кемшілігіміз бар. Біз енді 100% сондай бір анандай мінсіз бола алмаймыз ғой. Өзіміздің де бір дұрыс емес жеріміз бар. Бір-біріміздің істегеніміз бір-бірімізге ұнамай қалады деген сияқты сондай. Енді қазір енді қора кішкене өзіне ұнап деп айтайын. Енді айып етпеңіздер, құлақтарыңызға алтын сырға. Енді үйде сондай бір көріп өскеннен кейін, қораның, малдың жайын көріп өскеннен кейін, мен көбінде сол өзім үймен салыстырам, үйдегі жағдаймен салыстырам. Мына жағында міне қыстайтын, ыстық сондай қоралар, тақтайларды тазалап сыпыра салады. Мына жақта тауықтар туып жатыр ма, шақырып кетті бәр түгел, дауысы естілмей қалуы мүмкін. Содан кейін міне осы Амантай аға ғой істеп осы жерді бүйтіп бөліп берген бізге. Айтайын дегенім, астында тақтайы бар, қораны тазалаған жеңіл. Тақтайдың үстінен боғын, сыпырып, барлығын былай ала саласын. Алайда шарбақтың ішінде мал тұрады.
көктемде бастап жаңағыдай қыста да шаруақ болады. Қыста далаға шығады ғой, олар су ішеді, шөп жейді, жем жейді, далаға шығу керек малда. Сонда осылай шаруақтың іштері тазаланбайды. Яғни осыны міне бастап тазаладым. Бұл міндет су емес, бұл ескерту, айту. Біз енді ата жолдықтар өзімізді тақуамыз деп айтамыз. Мен енді осы уақытқа дейін өзімді ешқашан кереметпін деп бір солай айтқан емеспін. Бүкіл қателігімді, күнәмді, осы ата жолына кім болып келдім, қалай сүрініп, жылаған еңірегенімді барлықтарыңыз білесіздер. Әр адамның өзінің пікірі бар, өзінің ойы бар. Біреу келіседі, біреу келіспейді, біреу тойынған қатынсың деп айтады, біреу сенікі гүлзей дұрыс деп айтады. Яғни кез келген жағдайдың ақ-қарасын ажыратып беретін ол Құдай. Құдайдың алдына барғанда беретін есебіміз бөлек болады. Содан тақуамыз дейміз, киім киіп, барлығымыз әдемі сөйлейміз, шебер сөйлейміз сөйлеген кезде. Бірақ сол сөйлегенімізге сай біздің амалымыз дұрыс болмай жатады. Енді мына жерге білмеймін, қойлар жатқан ба, малдар жатқан ба, бұзауларды шығарған ба. Мен келгеннен кейін жылынғанда енді ары кетсе бір ай ғана болған шығар, осында бұзауларды шығарып кіргізгеніме. Іші бүйтіп баттасып жатыр міне. Шөп салғанда үстіне жатқыза берген ғой. Ол баттала береді. Бұл сияқтыны шығарғылары келмейді, уақыт бұған бөлгілері келмейді. Жаңағы малға дұрыс қарау керек деп айтамыз, малды жақсы көру керек. Ой, малға деген махаббат болу керек дейміз. Келеді, сиырларды сипап кетеді, еркелетіп кетеді. Алайда соған сай малдың жататын жері таза емес. Міне, соның бір кішкене ғана көрінісі. Жаңбыр жауған кезде мынаның барлығы езіліп, ана бұзаулардың, тайыншалардың аяқтары бірақ мынаның ішіне кіріп кетеді ғой. Ана жылы қораның бер жағында да бұзаулар тұрған, сондай қойлар тұрған. Оны келген кезде де біраз жерін тазаладық, енді толық тазалай алмадық, өйткені ауыр, өте ауыр, белге салмақ. Тыныштық тәте көмектесті, тыныштық тәтеге рахмет, Алла разы болсын. Жаңағыдей соның біраз жерін тазаладық, енді мынаны міне бастадым тазалауға. Бірнеше тачкасын шығардым, енді ананың барлығын ойып түгел шөптерін алып сөйтіп жатырмын. Енді қалай ойлайсыздар, осы қаншалықты дұрыс? Осы қораға қарап, жаңағыдей ер адамның малға деген ықыласы білуге болады. Мен енді бір құдайлық тұрғыда ештеңке деп айтпай қойын, адамдық тұрғыда, шариғат тұрғысында намаз деп айтамыз. Намазың дұрыс болсын, намазың толық болсын дейміз. Бірақ сонда біздің намазымыз қаншалықты толық? 5 уақыт намаз оқып, киім киіп, жаңағыдей көп нәрсені талап етеміз. Әйел адамдар еркекке сәжде жасау керек дейді, келісемін, бірақ лайық па еркектер соған? Енді мынандай көріністен кейін, мысалы мен айтайын, ішімдегін шығарайын, айтайын, ішімде қалмасын. Неге? Өйткені мына іште қалған кезде ол адамның ішін былай іріндетеді, құрттатады. Ал оны сыртқа шығарып айтып тастаған кезде біраз кішкене адамда жеңілдік пайда болады. Ал кей жағдайда болады, сен өзіңнің бір ашуыңды, сондай бір жағдайды өзіңде сақтап, дұрыс сөйлеп, ананы іште сен қорту керексің. Бірақ енді ол кішкене ауырлау болады. Енді өз басыма маған ауырлау болады. Ал енді міне малға деген намаздар дұрыс емес. Мысалы, осындайдың ішіне жатқыз қойып, мынау еркектер үшін түк емес. 1 сағат, 2 сағаттың ішінде мынаны еркектер қарулы ғой, тазалап, айнадай қылып ұстауға болады. Мен өз басым осы мал қорамен ақ еркек адамдарға баға берем. Маған олардың анандай несі керек емес, ол Құдайдың алдында ол қызмет бөлек, ол қасиет деген ол бөлек, қабілет деген бөлек деп айтамыз ғой. Яғни сенің еңбекқорлығың, сенің ұқыптылығың, сенің тазалығың, соның барлығы тақуа деген бірақ сөздің ішіне кіреді менің түсінігімде. Енді осындай жерге малдарды жатқызып қойып,
өзін тақуа санап жүрген еркектерді мен тақуа деп айта алмаймын. Сыртқа солай көрінетін шығар, бірақ мен үшін олай емес. Әрине ағаларымнан кешірім сұрайын. Менікі мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ енді ойымды айтайын. Содан кейін мал қорада темір терсек жатпау керек, ағаш шегесі бар ағаштар жатпау керек. Бізде болды Маргоның бұзауы ақтұмсық, олар мына жерде жүгіріп ойнайды шарбақтың ішінде бір-бірін қуып. Сонда аяғын соққан. Одан кейін ақсаңдап бірнеше күн жүре алмай мүлдем бүйтіп аяғын бүйтіп салақтатып қалды ғой. Сиырға да тұрып ем алмай. Содан дәрігер шақырып, дәрігерге көрсетіп, 2 күн уколын салып, аяғын тұзға салып, Нұрғисаға көмектесті, тұзға салып айтып істедік. Сонда ана кісі айтады, мынау аяғын соғып алған дейді. Ана сонда сіңірі созылып кеткен. Ал енді менің әкем не деп айтушы еді? Қорада мен ылғи көретімін. Қазір ауылда да менің бауырым мал ұстайды. Өздерінің сиырлары, өздерінің сүттері, майлары, құрттары, барлығы ол өздерінің еттері, дүкеннен олар ондай нәрсені сатып алмайды. Олардың қорасында мен ауылда тұрған оқушы кезімде қорада бізде мынандай ағаштар жатпайтын, мынандай ұзын сояудай шегесі бар тақтайларды қалай болса солай тастамайтын. Неге? Өйткені ол мал ол жүреді, бір-бірімен сүзіседі, жаңағыдай бұзаулар бар, бұқаштар бар деген сияқты. Олар мына жерде шеге тұр екен деп, бүйтіп адам құсап аттап өтіп кетпейді ғой, ол ақылды адамға берген. Бірақ қазір сол адамнан да жануарлар ақылды болып тұр ғой. Бұндай нәрсе болмау керек. Қорада темір деген болмау керек. Осы сияқты дүниелер енді осындайға біз көп мән бермейді екенбіз. Яғни менің ағаларым, осы малға қарап жүрген ағаларым ондайға мән бермейді. Яғни барлығымыз бір сөзбен айтқанда сұхбаттарда да талай айтылды ғой, осы жайнақ туралы, жайнақтың көрінісі туралы, ешқандай ауызбіршілік жоқ, береке бірлік жоқ деп бір-бірімізді түсіне алмай жатырмыз. Неге? Өйткені барлығымыз бір үйдің қошқары болып келдік қой. Гүлзия бір үйдің қошқары, ол өзінің дегені болу керек. Тағы басқа біреу ол бір үйдің қошқары, ол өзінің дегені болу керек. Бір жерде бастық болды деген сияқты біз бір-бірімізге иіле алмай, кей кезде түсіне алмай жатамыз бір. Ол рас, оны мойындау керек, оны несіне жасырамыз. Ертең кез келген адам сыртымыздан қарап баға бере салады. Қазір қаншалықты енді осы ата жолында жүргенімізге маған өз басыма бір 5 жыл болады, нақты 5 жыл болады күзде толығымен. Сол енді 5 жылдың ішінде енді керемет бір маңдай көзден хабар алып, халыққа қызмет етіп, бір ақпаратқа жалғанбасам да, өзімнің бір отбасымнан көрген, әкемнен көрген, анамнан көрген, асыл әжемнен алған тазалықтарым, сондай бір қабілет деп айтып жатыр ғой, сондай бір қабілетім бар. Енді арасында да бір көріп қалатын, бір сезіп қалатын, сондай бір бар. Енді жоқ деп айтпаймыз, 100% меңгердік деп те айтпаймын өз басым. Шамам келгенше енді жылап еңіреп келдім. Құдайдан кешірім сұрап, аруақтардан кешірім сұрап, мені қабылдаған, маған хабарласқан, жаңағыдай аға апайларға рахмет, Анар тәтеге көп рахмет, хабарласып, шақырып, жаңағыдай көп ақылын айтып, сондай сабырға шақыртып, өзінің бір әпкелік, сондай бір аналық сөздерін айтып, маған сондай бір жеткізген Анар тәтеге көп рахмет. Біз пендеміз, пенде болғаннан кейін ертең не болатын біз білмейміз. Бүгін барымыз, ертең жоқпыз. Кімді қай жерден қалай сынайтынын да білмейміз. Сондықтан ол айту меніңше ол сондай бір құдайлық деңгейге жеткен, соған хабар алатын, сондай бір Құранның үні бар, сондай адамдарға ғана айтуға болады менің түсінігімде. Рас, кемшілігімізді айтуымыз керек, сынауымыз керек, бірақ орнымен. Ана айтады ғой, күлме досыңа келер басыңа деген сондай бір мақал бар. Ал бізде бір жағдай болып жатса, сыртынан кей кезде болады, өзі кінәлі,
сол керек деген сияқты естіп жатамыз ондай сөздерді. Себебі менің өзіме де жылап еңіреп кеткен кезде ол енді менің кінәм ғой. Маған талай адам хабарласып сөйтіп жазған: Гүлзия, сен құтырған қатынсың, өзің кінәлісің, жаңағыдай менмендігің басыңнан асады, тәкаппарсың деп. Кімде менмендік жоқ, кімде тәкаппарлық жоқ? Айтсыншы сол ата жолында жүрген, әрбір өңірде жүрген апайлар, ағалар, сол пікір жазып жүрген. Гүлзия, сенің менмендігің, тәкаппарлығың басынан асады деп айтқан адамның өзі айтсыншы, менде менмендік, тәкаппарлық жоқ деген айта ала ма? Айта алмайды. Өйткені ол кез келген адамның басында бар да. Ол да мына адамның мінезі өзі соны тәрбиелеп дұрыс бір ағымға, бағытқа салатын. Ал енді барлықтарыңызға көп рахмет. Мен артық сөйлеп, сондай бір сөкті деп айтпаңыздар. Енді айтсаңыздар да жалпы өздеріңіз білесіздер. Бірақ мен енді міне осы қора жайлы сондай бір нені бердім. Аздаған бір көріністі бердім. Мына сияқты темірлер, ағаштар қорада, мал жүретін қорада болмау керек. Барлығы өзінің орнында, өзінің тұратын жері болады. Солай болу керек та, түгел барлығы. Не? Көрініс. Мынау міне бидай, яғни элеватордан қалған бидай, өңделген бидайдың отходы деп айтады ғой, қалдықтары. Солар әкелінген тауықтарға деп, малдарға деп кішкене естеніп кеткен, бірақ та енді әкеп осы жерге төкті. Төккеннен кейін міне жайып тастады. Кебу керек деп барлығы түгел. Бірақ енді өкінішке орай бұны малдар да таптап жатыр, баттап жатыр. Өзімізде таптап ары қарай жүріп кетеміз ортасынан, белшесінен басып. А бұл деген нан ғой. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар деген. Керіп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар деген. Ал енді өзіміз ата жолдықтар өйстіп баттап таптап жүргеннен кейін басқаларға не айтамыз? Ең бастысы әр адам өзі жөндеу керек. Бірдеңке айтпас бұрын расымен де сол менде бар ма? Менде де расымен де сол менмендік бар ма, жоқ па? Менде ол жоқ екен, демек мен айтуыма болады. Ал енді ол сенің өзіңде тұрып, сен соның айтқан, ол меніңше ол дұрыс емес. Кішкентай бұзауқан жүгіріп жүрген. Яғни мал ұстауға да, малға қарауға да адамның өзінің бір ебі болу керек, қабілеті болу керек, малға деген махаббаты болу керек. Ол махаббат деген сен ол малдың басын сипап, күнім айым деген сөз емес, оған бүйтіп тырнап, массаж жасап емес. Сен әркім өзінің махаббатын міне малдың жатқан қорасымен көрсетсін, қораның тазалығымен көрсетсін, малдың жатқан орнымен, астымен көрсетсін. Сол кезде айталамыз, расымен де міне малға деген махаббаты бар. Ал мынандай боқтың үстіне жатқызып қойып, керемет сөйлеудің қажеті жоқ деп ойлаймын.